баруым керек болду. Просто жетте бір жерге баруым керек болған. Бұрын күшіз қош. Достар, кстати, бар ғой. Мына жақта қыздар именно артық салмақ проблемасы бар. Қанша қыз бар еді айтыңдаршы. Мен бір күшті өнімді зерттеп жатырмын дәл қазір. Әдем бір өнімді қазір күшті зерттеп жатырмын. Короче, соның сертификатын несін сұрастырып жатырмын и экспертиза беріп жатырмын бір шайда. Короче, соны мен қасымда үйдегі сестрем ғой енді, нянька қыз. Бір зат алдырған ғой, короче. Чайда соны ішіп көріп жатыр қазір данный момент. Сосын мен оны сен зерттедің ба деп сұрадым. И ол не только там салмақтасуға емес, короче, асқазан тазалауға біраз нәрсеге көмектеседі екен. И ол мен өзіме қызық болып кетті, потому что мен асқазаным ауырады. И мен соны енді мен өзімде ішу үшін андай көрейін деп жатырмын да. Бірінші тексеріп көрейін. И мен соны өзіме алдырсам ба деген ой болып тұр, потому что асқазанмен проблема ғой менде. Короче, ол біздің Қазақстанда жоқ екен вообще. Он Гуанчжоудағы қытайлар өз-өздеріне пайдаланады екен. Әр Қазақстанға былай сатылымға шығарпағанға алдыртшы. Сатылымға шығарпаған, короче. И ол чайдың бір сырты мияқта бар еді. Саламат, ана чайды көрсетші. И сонымен бұл қыз, короче, через подругасы арқылы көрген ғой, подругасына результат болған екен шынымен де. Сыртында Şu mынандай чай ғой, қараңыздар. И ішінде мынандай пакетикпен жүреді. Мынандай пакетикпен. И 13 штук болады ішінде. И осыны алдыртсам ба деп ойлап отырмын. Егер де осыны мысалы алдыртып көретін болсам, өзіме ұнаса шынымен де, мысалы мен өзім бірінші по-любому мынаны по идее мен ішіп көрдім сонда да бір пакетик. Енді мен бұны и енді мен бұны, короче, экспертизаға жібердім. И плюс сертификатын алдыртадым. Сен азанда кешке шығасың ба? Қандай не отыр сенде? Қандай ощущение отыр дәл қазір? Нормально. Энергия күшті отыр. Да? Тебе андай болады ғой, мысалы бір моментте. Асылдардың жеңінде. Қош?
бекіспен қалып жатсаңызшы дейді. Қойыңыздаршы, мә, өйстіп айта аласыздар да, сосын быт-шытын шығарасыздар ғой, быт-шытын. Бір қалап түсірсе, жерден алып, жерге салып, ужас қылдырып, колбасалар чотам деп қалың туралып кетті. Мен негізі жұқап тұрайым да. Мияқта неге қалың болып кетті аға. Актермен таныспасыз ба көжем. Бөля, не сұрақ ол? Өзіме үлкендер ұнамайды деп қойсаң. Маған жасы үлкен жігіттер болмайды деп қойсың. Неге кешке кездеспедіңіз? Біз просто мен өзім бір жаққа баруым керек болғанда негізі. Бір несен тойып қалдым бір екен. Бір мынандай несен тойып қалдым. Асқазым кішіп қалма, не өле? Көп тамақ жей алмаймын қазір. Даже завтрактың өзін алсаңда онша аппетитім болмай тұрады, обедте бір ақшам. Сосын өзін қинап жей жүрем арасында. Үйіңізге рұмты жасаңыз дейді. Бірақ бауырсақ әдем кетті енді. Сіздер меға подписка жасап қойыңызшы. Бағана, кстати, чайдың темасын білгісі келетіндер. Онымен, короче, инстаграмда тиктокыма подписка жасасаңыздар, сол жақтан инстаграмның ссылкасы тұр. Инстаграмға өтсеңіздер, сторисіма ертең айтатын шығармын. Ертең айтып сторисімда сол туралы. Короче, сертификатын алдыртатын шығармын. Күшті болса, өзім Гуанчжоуға барып көрем. Өзіме ұнаса алдыртып сатуға болады ғой негізі. Жақсы нәрсе болса. Тамақ жасап үйреніп. Мен білем ғой негізі тамақ жасауды. Просто ерініп қалам да көп моментте. Инста берміші дейм. Тиктоктың ссылкасында тұр достар. Тикток профилінде аккаунтта. Маяқта жоғарда плюсик туасы тіркеліп кетіңіздер барлықтарыңыз. Вишню вкусно кушать. Мойндағы не ол, ұнама? Анда тырнақпен илеп қалай жеп отырсын, жүз шіркеніп кетті. Қарамасы ешкенсің. Өзім жеп отырмын, саған сен жеп отырған жоқсың ғой. Ешкім жоқ, батыл ойнап тұсауға болады. Біз мына 2,5 адаммен любой әшін-ақ бір өйтіп ұтып кететін сияқтымыз.
Чевелия бар дейді. Ол отырма өзі. Менен шығып жатқан жоқ просто. Чевелия отырма. Ұлжанға кірдесі ішті, оған қол бос емес шығар. Айкош жоқ. У вас что за тоналка? Мені 3 тоналка. Бетінде. Кірпік өзімдікі? Кірпік өзімдікі. И мына жағын бәрі өзімдікі да. И мына соңғы жағына бір андай пучковый. Шашым я өзімдікі. Наращивание жасатпайды екен. Шашым жұқа болса дұрыс атпайды. Сол наращивание дейді.